Екінші сабаққа қош келдіңіз. Біз бұл сабақта, бұл видеода сайттың түрлері, типтері туралы айтатын боламыз. Кеттік. Жалпы құрметті достар, сайттың түрлері өте көп. Ондаған 15-20-дай көп түрлері бар жалпы. Сіздерге негізі осы интернетте нарықта көп қолданылатын, көп танымал сайттың түрлерімен таныстырамын. Бірінші лендинг пейдж. Лендинг пейдж дегеніміз ол бір беттік сайт. Бұл лендинг пейдждің қызметі, негізі қызметі қандай да бір тауарды немесе қызметті сататын бір беттік сайт. Бұл жерде бір маркетинге ходтар қолданылады. Бұл жерде жалпы лендинг пейджде компания жайлы, оның қызметі жайлы немесе бағасы және заказ беру формасы, контактілер жайлы осы негізгі осы блоктар осы жайлы болады. Және де бұл жерде айтып өткенімдей маркетинге ходтар қолданылады. Копирайтинг, триггерлер, жалпы осы сол беттен клиент тез сатып алу үшін бүкіл әрекеттерді жасайды. Қарап отырсаңыздар, мынау Инстаграмға кірген кезде таргет келеді, көбінесе таргет рекламалар келеді. Мастер-классқа жазыл, курсқа жазыл деген секілді. Жерде астында подробнее деген кнопка болады. Сол кнопканы басқан кезде сіз бір сайтқа жібереді. Ол сайт сол лендинг пейдж. Толық сол курста немесе жаңағы тауарды, қызметті сататын бет. Түсіндіге? Екінші ол сайт визитка. Сайт визитка ол лендинг пейдждің айырмашылығы. Ол жерде беттердің саны көп болады. 3 немесе орташа есеппен 3 немесе 5. Бұл жерде компания жайлы немесе бір адам жайлы ақпарат тұрады. Қысқаша компания жайлы атқаратын қызметтері, қысқаша бағалары, контакты. Лендинг пейдж ұқсас, бірақтан бұл жерде тауарды какой-то бір нені сатпайды. Бұл жерде жай ғана информация. Яғни компания жайлы информацияны максималды түрде қысқартып жеткізу. Келесі сайтымыздың түрі ол корпоративті сайт. Бұл таза енді чисто бизнес сайт болып есептелінеді. Бұл жерде енді мысалға сайт визиткадағыдай ақпараттарды шектемес, толық саласыз. Яғни компанияның өзінің барлық информациясы, бүкіл осы жұмыс жасап жатқан бүкіл данные осы сайтқа түседі. Даже керек десеңіз, сол сайт арқылы басқару управлениясы болады, яғни CRM система деген секілді. Мысалға былай айтсақ болады, фотогалерея, мысалға блогтар, жаңалықтар, және де алдағы уақытта болатын іс-шаралар барлық осы сайттың ішінде тұрады. Сонымен қоса, және де басқаша корпоратив сайттардың басқаша түрлері бар, яғни білім саласына келетін болсақ, жаңағыдай CRM система тоже болады, бүкіл бизнестерде және онлайн платформада қосып қоюға болады. Осы айтылған барлық функция бар сайт, ол корпоративті сайт деп аталады. Келесі сайттың түрі бұл сайт портфолио. Сайт портфолио негізінде лендинг түрде, яғни бір бетте де болады, визитка секілді көп 3-4 бетте болады. Бұл жерде портфолио деп өзі айтып тұр. Бұл жалпы бүкіл қандай да бір қызметтің компанияның жасаған жұмыстарының тізімі бүкілі, яғни клиентті тарту үшін, клиентке осы жасаған жұмыстарын профессионалды түрде көрсету үшін, ыңғайлы, удобно болу үшін жасалынатын сайт. Сондықтан да бұл сайттың негізгі мақсаты жасалған жұмыстарды көрсету. Келесі сайттың түрі ол интернет-магазин. Яғни сіздің бүкіл осы тауарларыңыздың интернеттегі дүкені өзі айтып тұр. Бұл жерде корпоративті сайттан айырмашылығы, бұл жерде басымдылықты компания туралы емес, тауарға, өнімге тікелей бағытталған. Тауарлардың бүкіл тізімі категорияға бөлінетіндігі және де сол заказ алумен қатар онлайн төлем жүйесі, сонымен қатар соны доставка жеткізілу қызметтің барлығы осы интернет-магазин арқылы қарастырылады. Жалпы тауармен айналысатын компаниялар міндетті түрде осындай интернет-магазин жасату керек. Келесі бізде ақпараттық сайттар. Бұл жерде ақпараттықтың өзіне де бірнеше типке бөлінеді. Жалпы темаға байланысты, қысқаша темаға байланысты, федеральный, мысалға мемлекеттік, аймақтық, қалалық деген секілді әртүрлі типтерге бөлінеді. Бұл шамамен мен өзім шығарған емес, бұл шамамен осылай бір типтерге бөлінеді. Мысалға анау акиматтардың сайттары, әкімшіліктің сайттары болады. Сол әкімшіліктің сайтына кірсеңіздер, ақпараттар шығады, мысалға алдағы уақытта не болған, және де қандай жұмыстар атқарылған, бұның барлығы осы ақпараттық типке жатады. Мысалға сіз ноутбук жайлы, MacBook ноутбук деп айтатын болсаңыз, интернетке жазатын болсаңыз, сол туралы ақпарат беретін бір сайттар шығады. Ол Википедиядан бөлек, осы именно
Apple-дың продукциясы туралы беретін, осының тематикасына беретін сайттар бар, ақпарат беретін сайттар бар. Бұлар да сол ақпараттық портал типіне жатады. Одан да бөлек көптеген мәселе, мысалға мақал-мәтелдердің ақпараттық сайттары бар. Бұның барлығы сол ақпараттық порталдар, ақпараттық типтерге кіретін сайттар. Ақпараттық сайтты жүргізетін адамдар, то есть компаниялар қалай табыс табады? Бұлардың бір өзіндік бір тауарлары, продукциялары жоқ. Бұлар көбінесе рекламадан пайда табады. Бірінші очередь рекламадан көп табыс табу үшін сайттарға посещение көп алып келу керек. Ол үшін мықты актуальный жаңалықтар жазу керек, SEO продвижение жақсы жасалу керек. Басқа да осындай жалпы адам көп келетін, көп посещаемость болатын ходтар жасалу керек. Ал енді құрметті достар, бұл жалпы сайттардың көп танылған түрлері. Ендігі осы сайттардың нарықтағы бағалармен танысу дейік. Бір нәрсе айтып кетейін, мен қазір бағаларды айтамын, бірақ бағалар бұл төменгі начальный сайт жасап жүрген адамдардың ценасымен айтылады. Өйткені бұл нақты бір баға деген нақты бір тұрақты баға жоқ. Сіз мысалға компаниялар көп жылдап сайт жасап жатса, олардың бағалары көп болуы мүмкін. Мысалға лендинг пейдж шамамен 40 мың 50 мыңнан басталады. Ал мысалға кейбір үлкен компаниялар бар нарықта, мысалға олар 300 мыңнан 500 мыңнан жасайды. Бұл жерде бағалардың жоғары қоюы ол өзіңіздің атқаратын жұмыстарыңызға сенімді болу. Яғни сенімді емес, бұл жерде тәжірибе. Екіншіден өзіңіздің брендіңізді жақсартсаңыз, одан кейін бренд, яғни атақты компаниялардың сайттарын жасасаңыз, сіздің де мысалға уже бағаларыңыз өсіп жатады. Бір жағынан клиенттер көп келіп жатса, бағаларыңыз да өсіп жатады. Чем 300 мың теңгелік, мысалға 100 мың теңгелік 3 сайтты жасағаннан көрі 300 мың теңгелік бір сайт жасаған қайда артық. Солай қарайды көбісі. Әрине ол деңгейге жету үшін көптеп еңбек керек, сайттар жасау керек. Енді жаңағы бағаларға қайттан келейік. Бағалары лендинг пейдж 40 мың 50 мыңнан басталады. Сайт визитка 50 мың 60 мың жобасынан басталады. Корпоративный сайт 120 мыңнан басталады. Даже бұдан да қымбат болуы мүмкін, 150 мың 200 мың. Интернет-магазин 150 мыңнан басталады. Жалпы бұл жерде продукцияның санына байланысты, сонымен қатар онлайн автотөлем, автоплатеждарға байланысты, сонымен қатар түрлі сондай бір факторларға әсер етеді. Соның арқасында бағалар шығып жатады. Сайт портфолио 100 мың теңге. Бұл жалпы сайт визиткамен шамалас, әрине. Бірақ өзім сондай цена қойдым. Ал енді ақпараттық порталдардың бағасына келетін болсақ, бұл жерде бұл сайт көп тапсырыс, бұл сайт бойынша көп тапсырыс келмейді. Бұл сайтты көбінесе мемлекеттік органдар заказ береді, сонымен қатар СМИ, бұқаралық ақпарат құралдары, жалпы осы мекемелер тапсырыс береді. Солардың тапсырыс бергеннің өзінде 200 мың 300 мыңнан басталады шамамен. Сайттың түрлерімен танысып шықтық, бағалармен де шамамен танысып шықтық. Түсінді деп ойлаймын, болмаса қайталап көріңіздер. Ал осы платформаның видеоның астына барынша текст түрінде ақпараттар қалдырып кетуге тырысамын. Ал енді келесі сабағымызға көшейік.